Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көшпелілер жазуы, екінші сабақ. Сабақтың мақсаты мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағымен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтаңыз. Фразеологизм мен мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолданыңыз. Қымбатты балалар, сіздер өткен сабақта көшпелілер жазуы мен көне түркі ескерткіштері туралы ақпарат алдыңыздар. Бүгінгі сабағымызда түркі тектес халықтарының тұңғыш әріптік жазуымен танысатын боламыз. Көне түркі жазуының ерекшелігі қандай? Көне түркі жазуының дыбыстық жүйесі жайлы не білесіздер? Осы сұрақтарға ойланып көрейікші. Балалар, сұрақтарға толық жауап алу үшін мәтінге назар аударайық. Қолдарыңызға қалам алып, түртіп алу әдісі бойынша қажетті деректерді жазып алыңыздар. Көне түркі жазуы Орта Азия жерін бағзы заманнан мекендеген түркі тілдес тайпалардың тұңғыш әріптік жазуы. Көне түркі Орхон-Енисей әліпбиінде 35 әріп бар. Әрбір әріптің түрлі графикалық нұсқалары қолданылады. Бұдан тыс 4 арнайы таңба кейбір дауыссыздардың тіркесін беру үшін пайдаланылады. Жазудың басты бағыты оңнан солға қарай. Бұл әріп көне түркі тілінің мынадай дыбыстық жүйесін белгілейді. 8 дауысты фонема 4 қана әріптен, 16 дауыссыз фонема 31 әріппен белгіленеді. 11 дауыссыз фонема жуан жіңішке нұсқаларының таңбаларымен ажыратылады. Кейде олар жіңішке әрі жуан әріптің орнына қолданылады. Бұдан тыс 5 дауыссыз фонема дара таңбамен ғана белгіленеді. Археологиялық зерттеу барысында жаңадан табылған этнографиялық ескерткіштер ертедегі түркі тілдес халықтардың осы көне жазба түрлерін пайдаланғанын дәлелдеді. Балалар, біз енді мәтін бойынша тапсырма орындауға көшейік. Бірінші тапсырма – өзіңізді тексеріңіз әдісі. Мәтін бойынша кестеде берілген ой-пікірдің дұрыс-бұрыстығын анықтаңыздар. Ой-пікірлер: көне түркі жазуы Орта Азия жерін бағзы заманнан мекендеген түркі тілдес тайпалардың тұңғыш әріптік жазуы. Дұрыс па, бұрыс па? Көне түркі Орхон-Енисей әліпбиінде 42 әріп бар. Дұрыс па, бұрыс па? Әрбір әріптің түрлі графикалық нұсқалары қолданылмайды. Дұрыс па, бұрыс па? 11 дауыссыз фонема жуан жіңішке нұсқаларының таңбаларымен ажыратылады. Дұрыс па, бұрыс па? Өзіңізді тексеріңіз әдісі бойынша бағалау критерийі. Ой-пікірдің дұрыс-бұрыстығын салыстырып анықтай аласыздар. Дескрипторы: кестедегі ой-пікірді мәтінмен салыстыра аласыздар. Ақпараттың мәтін бойынша дұрыс-бұрыстығын анықтай аласыздар. Іске сәт балалар, тапсырманы мұқият орындайық. Жарайсыздар балалар. Ал енді өзіңізді тексеріңіз тапсырмасының дұрыс жауабымен таныс болайық. Ой-пікірлер: көне түркі жазуы Орта Азия жерін бағзы заманнан мекендеген түркі тілдес тайпалардың тұңғыш әріптік жазуы. Дұрыс. Көне түркі Орхон-Енисей әліпбиінде 42 әріп бар. Бұрыс. Дұрыс жауап: 35 әріп бар. Әрбір әріптің түрлі графикалық нұсқалары қолданылмайды. Бұрыс. Дұрыс жауап: қолданылады. 11 дауыссыз фонема жуан жіңішке нұсқаларының таңбаларымен ажыратылады. Дұрыс. Келесі тапсырмамыз сәйкесін тап әдісі. Фразеологизмдердің білдіретін мағынасын тауып, сәйкестендіріңіздер. Фразеологизмдер: көзді ашып жұмғанша, жұмған аузын ашпау, ит терісін басына қаптау, қас қарайғанда саусағынан бал тамған. Білдіретін мағынасы: кешқұрым, тез лезде, өнерлі, сөйлемеу, ұрысу, балағаттау. Сәйкесін тап әдісі бойынша бағалау критерийі. Фразеологизмдердің білдіретін мағынасын анықтай аласыздар. Дескрипторы: фразеологизмдердің білдіретін мағынасын сызықшамен сәйкестендіру арқылы анықтай аласыздар. Ал балалар, тапсырманы мұқият орындаймыз. Бәрекелді балалар, сіздер бұл тапсырманы да өте жақсы орындады деп ойлаймын.
Сәйкесін тап тапсырмасының дұрыс жолымен таныс болайық. Көзді ашып жұмғанша тез, лезде, жұмған аузын ашпау, сөйлемеу, ит терісін басына қаптау, ұрысу, балағаттау, қас қарайғанда кешқұрым, саусағынан балтамған, өнерлі. Қорытынды бөлім: жалғасын тап әдісі. Мақал мәтелдердің жалғасын тауып жазыңыздар. Аққу көлін аңсайды, бақа батпағына, кісі елінде сұлтан болғанша, денсаулық ауруын жасырғанның. Қажетті сөз тіркестері мен сөйлемдер. Адам туған жерін аңсайды, зор байлық, балық көліне, жарасы асқынады, өз еліңде ұлтан бол. Жалғасын тап әдісі бойынша бағалау критерийі: мақал мәтелдердің жалғасын тауып жаза аласыздар. Дескрипторы: қажетті сөз тіркестері мен сөйлемдердің арасынан мақал мәтелдердің жалғасын таба аласыздар. Жарайсыздар балалар, дайын болсаңыздар, жалғасын тап әдісі бойынша тапсырманың жауабымен салыстырып көрейік. Аққу көлін аңсайды, адам туған жерін аңсайды. Бақа батпағына, балық көліне. Кісі елінде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол. Денсаулық зор байлық. Ауруын жасырғанның жарасы асқынады. Тамаша, бәріңіздің дұрыс жазғандарыңа сенемін. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда түркі тілдес халықтарының тұңғыш әріптік жазуы туралы мәлімет алдыңыздар. Фразеологизмдер мен мақал мәтелдердің көркемдік ерекшелігін түсініп, қолдана білдіңіздер деп ойлаймын. Егер де қосымша мәліметтер аламыз десеңдер, ғаламторды ашып қарауыңызға болады. Ендеше қолдарыңызға қалам алып, дәптерлеріңізге үйге тапсырманы жазып алыңыздар. Үйге тапсырма: ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдарды пайдаланып, адамгершілік туралы мақал мәтелдерді тауып жазыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.